Сәлем дарын онлайн қолданушылары, бүгінгі сабақта біз сіздермен print функциясымен танысамыз және де string айнымалысымен танысамыз. Бұдан кейін де тағы бір сабақты stringға арнаймыз, бірақ қиындық туындауы мүмкін, себебі бірден алғашқы бағдарламау тіліне кіріскен оқушы немесе студентке бірден stringмен жұмыс жасау ауырлыққа соғады. Бірақ алдағы уақыттарда біз бұның барлығына тағы да қайтатын боламыз. Қиындықтар туындайтын болса, видеоны қайта-қайта тамашаласаңыздар түсінікті болады деген үміттеміз. String жазу. Біз алдыңғы сабақта int және float дейтін айнымалыны білдік. Яғни дәл сол сияқты жазулардан тұратын айнымалы бізде string деп аталады. Басқа программау тіліне қарайтын болсақ, бізде char деген айнымалы бар және string деген айнымалы бар. Бірақ Python программау тілінде char да, string да string болып кетеді. Жолдар, олар таңбалар тізбегі. Яғни бір тырнақшаға немесе екі тырнақшаға алып жаза беруге болады. Басқа программау тілдерінде бір тырнақшаға алынса ол char, екі тырнақшаға алынса ол string еді. Бірақ Python программау тілінде кез келгенде қолдана берсек болады. Бірінші мысалда printқа бір тырнақшаға сәлем деп алынды. Екінші мысалда екі тырнақшаға бізде сәлем деген мәтін алынды. Үшінші мысалда екі тырнақшаның ішінде бір тырнақша берілген. Осындай да әрекеттер жасап көруге болады. Тексеріп көреміз. Бірінші мысал, print бір тырнақшаға алынған. Оның ішіне қазақша жасақта болады. Сәлем. Shift Enter-да басатын болсақ, мінекей бізде сәлем деген мәтін пайда болды. Келесі print. Екі тырнақшаға аламыз. Оған да сәлем 2. Shift Enter. Сәлем 2 дегенде мәтін пайда болды. Яғни бір тырнақшаны қолдансаңыздар болады, екі тырнақшаны қолдансаңыздар болады. Бірақ бір тырнақша қолданған кезде мынандай қателіктер туындауы мүмкін. Print бір тырнақшаға сәлем деп жаздым. Сәлем, бірақ төбедегі апостроф менде қалу керек. Үтір қоямын да қалайсың. Жақшаны жабам. Тексеріп көреміз. Run немесе Shift Enter. Бізде бағдарламада қате пайда болады. Себебі біздің сәлем деген принтіміз бір тырнақша ашылып, екінші тырнақша жабылған жерден аяқталды. Бұндай әрекеттерді екі тырнақшаны қолдану арқылы жасауға болады. Мысалыға print тырнақша сәлем апостроф үтір қалайсың. Shift Enter. Енді бұл жерде қате жоқ, себебі екі тырнақшаның ішінде бір тырнақша орындалды. String, яғни жолдар бізде реттік номерден квадрат жақшаға алынады. Мысалға сәлем деген сөз с дейтін әріп ол 0-ші санға тең реттік номер бойынша, ә деген 1-ге, л деген 2-ге, е деген 3-ге, м деген 4-ге тең. Және де принтпен жұмыс жасаған кезде бағдарламаны ортасынан бөліп жіберуге болады. N деген слэш арқылы new дегенді білдіреді, немесе Enter-дің қызметін атқарады, ол жаңа қатарға түсіріп жібереді. Және де арасында пробел жіберу керек болатын болса, табуляция қолдануға болады. Табуляцияның негізгі қызметі ол 4 пробелдің қызметін атқара алады. Және де сөйлемнің ұзындығын бөлу үшін біз len дейтін функция қолданамыз. Мысалға len сәлем қалғалай дейтін болсақ, бізде жалпы қанша қатардан тұратынын анықтайды. Оған бос орын, яғни пробелда кіреді, оған үтір немесе нүктеңізде кіреді. Комментарий қолдану үшін біз хэш белгісін қолданатын болсақ, біздің жазған бағдарламамызды компилятор оқымай тастап кетеді. Рет-ретімен тексеріп сабақты аяқтаймыз. Міне қазір бізге сәлем дейтін сөз пайда болды. Енді осыны арасынан бөлу үшін біз жаңа айтқан болатынбыз. N белгісін шақыратын болсақ, бізде мәтінді бөлуге болады. Мысалыға print сәлем /n қалайсың. Shift Enter. Қазір бізде сәлем дейтін жоғарыға, қалайсың дейтін астына пайда болды. Сәлем қалайсың астына түсу үшін осы қатарға тағы бір рет өтіп, қалайсыңды жанына жақындатып, тағы да компиляцияға жіберетін болсақ, қалайсың дейтін айнымалы бізде дәл соның астына түсті. Немесе табуляция орындау үшін T әрекетін орындайтын болсақ, Run немесе Shift Enter басатын болсақ, арасы ашылады, бірақ арнайы өзінің 4
пробелін шығаратын болады. Len функциясын пайдалану арқылы біз қазір жалпы қанша әріптің бар екенін анықтауымызға болады. Ол үшін len сәлем бос орын қалайсың сұрақ белгі. Shift Enter бізде сәлемнен басталып соңғы сұрақ белгі қойылғанға дейін бізде 15 символ бар. Және де хэш белгісін қоятын болса, ол бізде комментарий. Комментарийді қолданғанда бағдарламаның бір артықшылығы, сіз кейін, 2 аптадан кейін немесе біраз уақыттан кейін бағдарламаны ашқан кезде комментарийге қарау арқылы сіз не жазғыңыз келгенін білуге болады. Мысалыға, сәлем. Және хэштег қоямды, алғашқы бағдарламам. Shift Enter беретін болсақ, сәлем өтір қалды, бірақ одан кейінгі алғашқы бағдарламам дейтін комментарийді тастап кетті. Ол сізге жақсы, бірақ компьютер оны оқымай кетеді. Jupyter ноутбукты қолданған кезде белгі бір бөлімді бөлу керек болатын болса, онда көп деген комментарий қалдырсаңыз болады. Біздің қазіргі жағдайда in дегеніміз ол Pythonның коды болып тұр. Егер оны коды емес, код дейтін бөлімді біз Markdown белгі ретінде қарастыратын болсақ, бізде in дейтін белгі өшіп кетеді. Осы жерге үлкен бір тақырыпша немесе өзіңізге қажетті әрекеттер жазып қойсаңыз болады. Мысалыға, бүгінгі сабақта біз жолмен танысамыз. Shift Enter дейтін болсақ, жоғарыда бізде бүгінгі сабақта біз жолмен танысамыз дейтін үлкен бір тақырыпша қалыптасты. Одан кейінгі бағдарламаларды жаза берсек болады. Қазір бізде in дейтін бөлім Pythonның код бөлімі болып тұр. Бүгінгі сабақта біз сіздермен string айнымалысымен таныстық, және printtің жолдарын қарастырдық, және жаңа жолға n, табуляция, хэштег және len функцияларымен таныстық.